Міне Делиға да келдік. Кептелісті көрдіңдер ме? Қандай айуан кептеліс болып жатыр мына жақта. Қаптаған машиналар, қаптаған тук-туктар, мотоциклдар. Мына жақта да үлкен кептеліс болып жатыр. Бұл Дели, достар, Дели. Қараңдар, қандай кептеліс болып жатыр. Өте үлкен кептеліс болып жатыр. Қазір телефонға видеоға түсіріп алайын. Телефонға видеоға түсірейін деп жатырмын. Ал мінекей автобусға отырдым. Қазір хостелге барамыз. Автобус қызық екен, мынандай вентиляторлар бар. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Мына жақта вентилятор тоже. Вентилятор. Жан жақта вентилятор. Ана жердегі қызыл орындықтар, олар розовый. Олар әйелдерге арналған. Мына жерде тағы біреу бар. Осы сумкаларымыз. Қазір 15 остановка жүрсек, 16 остановкадан түсіп, хостелге барамыз. Хостелдің іші осындай 4 күнге 13 мың теңгедей болды ғой. Жататын жері әдемі екен вообще. Мына жерді ашасың, ар жақта жаңағы свет, телефон қуаттайсың. Осындай. Болады, жаман емес. Мына жақта туалет, мына жақта мен, мына жақта женский туалет. Бұл туалет пен душ сияқты. Душ и туалет. Осындай хостел. Ал қазір енді тамақтануға шығу керек. Шығайық. Ал барлықтарыңа сәлем. Бізде бүгін 11 наурыз. Сағат 12:45 болды. Бұл Дели. Осындай бір локацияға келдік. Бұның не екенін білмеймін. Бірақ осындай жер екен да. Лукас алып келді мен бұл жаққа. Қазір айтам бұл не екен. Агросен Кибаоли дейді. Исторический памятник. Осындай енді достар. Яқта Лукас отыр. Yeah, it's good. What is it, brother? What? What is it? The name is Agrasen Kiboli. О, дұрыс айтты, көрдіңдер ма? Мен осы жаңағы Шри-Ланкада болдым, одан кейін Мангалор бар, Гоа, Мумбай, Джайпур, в общем, шаршадым. Вообще желания жоқ. Делида күн ыстық, тоже 32 градус, 33 болып жатыр. Мен, кстати, Непалға қартай баратын болдым. Билет алып қойдым. Билетім бар еді ғой негізі менің. Непалдан дальше қайттан обратно Делиға билет алдым. 55 мың теңгедей болды. Сосын Делидан Бишкекке билет тауып алдым. 130 мың теңгеге. Дели Бишкек тез жет авиакомпаниясы, қырғызстанский. Қырғыз бауырларымыздың авиакомпаниясымен бұйырса енді Бишкекке ұшамыз. Сөйтіп Бишкекте 2-3 күн тұрақтап, дальше Алматыға барам ба деп ойлап отырмын. Шаршадым, дальше Бангкокқа, Таиланд жүруге желания жоқ вообще. Қатты шаршап кеттім. Саяхат шаршатады, достар. Желательно күн кішкене салқындау жерге шығу керек екен. Ыстық жер не вариант. Ал мінекей келесі локация осындай Индия гейт деп аталатын жер. Әдемі екен. Мияқтан істері отыр. Hey brother,
Амандаспайды ғой мыналар деген. Настроениялар жоқ екен бауырларымыздың. Осындай жерге келе жатыр. Қазір көреміз қандай екен. Парк екен. Әдем парк. Эй! Қарамайды мендері. Қарамайды. Мінекей, мына жақта тұрған гейт қой. Жоқ, мынау гейт емес екен, мынау индийский ворота. Үндістанский ворота. Жүре беріп шаршайды екенсің, саяхаттай беріп шаршайды екенсің. Good my friend. Мінекей. I have water. Бұл атыр ғой, қандай әдемі қарандар. Indian Gate, индийские ворота. Wow, it's the best. Oh my goodness. Өте әдемі екен. Мынау парк алқабы. Парк алқабы да таза екен. Керемет болып жатыр. Үндістанның капиталы Дели қаласы. Қараңыздар, қандай алпауыт ғимарат, қандай алпауыт ғимарат. Біздегі жаңағы Астанадағы сияқты, Астанада осындай бар ғой, бірақ кішкентай түрі, по-моему. Бұл Румынияда бар, жаңағындай Францияда бар, қателеспесем. Дәл өзі. Мінекей бағанағы ғимарат алдынан осылай көрінеді екен. Сарбаз ғой, сарбаз. Соғыс ардагеріне құрметпен осындай ескерткіш орнатыпты. Басымызды иеміз. Гейтті қараңдаршы, қандай әдемі. Лукас мына жақта фотоға түсіріп жатыр. Осындай екен аркалары. Мына жақта фонтанчик. Фонтанчик с черным дельфином. Представьте, браты, что видели да-да-да, деп фонтан ұрып жатыр мына жақта. Indian Gate осындай енді достар. Ал мынау бізде екінші фонтан. Жаңа ар жақта бірінші фонтанға бардық, мынау екінші фонтан. Мінекей. Ешқандай айырмашылығы жоқ, ешқандай өзгешелігі жоқ. Осылай. Камерамды батырып көрейінші, қалай болады екен. Камера суды жақсы көрмейтін сияқты. Ал мінекей, мен автобусқа мініп алдым жаңа ғана. Қазір осы Делиде, Ташкенттің өзбектердің рестораны бар екен. Өзбектер ашқан сол ресторанға бара жатырық. Енді шағын ғана кафешка ғой. Бірақ өзіміздің тамақтардың барлығы бар екен да. Сол мінекей. Билет құны 15 рупия болды. 15-30 рупия екі адамға. Қазір енді бір 5 ай алдамай жүрсек, ресторанға да келеміз. Мені қайда отыр деп ойлайсыңдар? Бухара самса, плов узбекский, жареные пельмени, самса с картошкой, с бараниной. Бұл Үндістан, достар, Дели. Делида өзбек рестораны тауып алдым, ойласаңдаршы. Өзбек бауырлар красавчиксіңдер, базар жоқ. Шағын болса да, іші кішкентай, бірақ соның өзінде өзіміздің тамақ бар да. Қазір біз деген пловқа заказ бердік. Сосын шай, ачичук және самса из баранины дегенге екеуін заказ бердік. Дәмін татып көретін боламыз, қандай екен. Керемет деп ойлаймын. Аспазшылар жаңағы өзбектер бар дейді, бірақ олар бүгін демалыс екен ба, бірден екен түсінбедім.
Қазір үндіс балдар жұмыс істеп жатыр екен. Бірақ мынау кафенің сыртқы жағында барлық жазулар орысша жазылған. Uzbek and Russian. Өзбек және орыс ресторан екен бұл деген. Осындай достар. Бұл Дели, Үндістанның астанасы. Жаңа міне тамаққа заказ бердім, күтіп отыр едім. Өзбекстаннан 2 адам көріп қалдым. Больницаға келген екен, қаралуға. Өзбектерді көрем деп ойламаппын вообще. Өзбек акаларды. Осы достар. Қазір тамақты көрсететін боламын. Ал мінекей достар, біздің плов та келіп қалды. Өзбекский, өзбекше плов. Қара шаймен. Как положено. Қазір дәмін татып көретін боламыз, енді қандай екенін. Сосын айтамын. Бәрібір өзіміздің жаңағы өзбектер пісіретін пловқа ұқсамайды. Бірақ жеуге болады. Тамақ ішіп отырғандарыңыз болса, ас болсын. Ал мен кафеден шықтым жаңағы. Артта қалды кафе дейтін. Самсамды жей алмадым. Өзімен алып кетіп бара жатырмын. Самса мен пепсиді. Ой. Так, плов дейтін енді онша емес. Простой күріш. Қазанға пісіре салған. Лепешкалары жаман емес, ұнады. Ну, в общем, нормально, одним словом. Осы достар, қазір енді хостелге барып демалу керек, шаршадым мен деген. No, brother. That's it. Мопедтар қаптап жүр ғой. What? No problem. What? Like less. You last? Okay. What last? Yes. What? This here. Ah. Мынаның барлығы тук-туктар. No. Hello. Yeah, the bus. No bus? Metro, қай қайда барады? No. Another bye. Metro. Metro. And where are you going? Where are you going, Metro? Yes. Metro. No. Give me, brother. Give me. Metro. Буға сөз не істеп жүргенін білмейді. Hello. Майысып. Hello. The standard pay. Metro. Go. Go. Another standard pay. Don't have money, brother. The standard pay.
жолды өту опасно. Қақып кетеді. Метроны таппай жүріп қайда екен. Maybe this man. Метро. Метроға бара жатырмыз. Ит? А? Тамағымды беріп кеттім. Сушняк немесе. Бір самса бар, ішінде сушняк бар. Қарындары ашып қалған шығар. Мына жақта стрит фуд. Метроны тапқан сияқтымыз. Lucas! Lucas, just smile, brother. You don't have smile. Delhi'nin metrosuna көтеріліп жатыр. नहीं जैसे एनएफसी में रूल भी निकाला तो माइक्रो और फार्मा के लिए निकाला था वो भी Осындай Delhi'nin метросы. Так, маған қазір мына жерден билет алу керек. Билет алу керек. Короче, екі Ұлыбританиядан турист бар. Сосын жанымда Лукас бар. Және бір үндістандық жігіт, бірақ фейсі жаңағы басқа кішкене азиаттық та тибеттік. Солармен тамақ ішіп қазір енді шығып бара жатыр. Хостелге бара жатыр. Осындай жерлермен. Короче, шашлыққа заказ бердік. Чоткий болды, чоткий. Прям айта алмадым қандай болғаны. Чоткий, дәмі тәп-тәтті. Ондай шашлықты өмірімде жеп көрмеген ғой. Өте тәтті болды. Енді ертең, бір күні ертең әр күні мен уже қайтамын. Опа. Marcelo? Marcelo? Lucas. Yeah. What's gonna be like Marcelo? Marcelo. Lucas. Jesus. Осындай достар. I mean like we what time did you come? Second man. Мына бауырымыз Ұлыбританиядан, мына бауырымыз Бразилиядан. Алдыдағы, оң жақтағы Ұлыбритания, сол жақтағы Үндістан. Ал мына бауырымыз Қазақстаннан. You okay?
Okay. European, British. Smart. Kazakhstan. I'm from Kazakhstan. Oh, very nice. Alhamdulillah. Ой, ой, ой. Nah, amandasып отыр. Very nice man. American name. Come, look. Lakshmi Nagar. Lakshmi Nagar name था यार. पिक्चर बना रहा. या. इससे बनाओ यार. Давай. मैं डालूंगा इस पे. इनको हिंदी नहीं आता. अच्छा तुम बताओ. मैं इस साइड क्लिक पिक्चर फ्रॉम हियर. 오케이. 야, 치도. 이거는 계속 가져가서 이렇게 하되 라스 준비는 내려왔다. осындай көшемен қайтып бара жатыр. Қаптаған мопедтар. Ертең әр күні бұйырса енді Дели, ойбай, Непалға жолға тартамыз. Непалға барамыз. Күндер зымырап өтіп жатыр. Короче, достар, осындай бір клубқа келдік. Клубқа барма бірдеңке. Сәл-пәл демалып, балдармен әңгімесі оқып, карта ойнап, қазір енді шығып бара жатырмыз. Мына жерде әдемі қыздар өте көп екен. Короче, Үндістанның қыздары бірақ андай да, қалай айтсам болады, анау Ассам, Тибет жақтардан андай ақ қыздарда ақ қыздар өте бір әдемі екен. Бір ауыз сөз айтқанда. Енді мен камерамнан жақсы көрінбей тұр. Қазір сіз шет жаққа шыққаннан кейін көрсететін боламын. Ал сәлем достар. Бүгін бізде 22-ші наурыз емес, 13-ші наурыз екен. Дәл қазір үнді ресторанына келдік, стрит-фуд кафешкаға. Жанымда Лукас бар. Тамақ ішуге. Екі үндіс жігіттері бізді алып келді осы жерге. Тамақ ішеміз. Білмеймін, осындай меню екен. Дәл осындай нәрсеге заказ бердік. Чикен, жаңағы роти, бір салаты мен күріші бар екен ішінде. 145 рупия. Ал қазір енді тамақ ішіп алып, бір-екі локацияны көремін, Делиде жүрген. Сосын ертең 13-ші наурыз мен деген Непалға қарай жол жүретін боламын. Сағат 5:30-дарда. Осылай достар, мына жерде үнді жігіттері отыр мінекей. Hey brother. How are you? What is your name? My name is Sujit. And you? Abiram. And you brother? Lucas. Мынау Бразилиядан, екеуі Үндістаннан. From? Пуне дейтін қаладан, енді? Кераладан екен. Енді мен Қазақстаннамын ғой, білесіздер ғой оны. Осы енді жігіттер. Қазір тамақ ішіп болғаннан кейін күндізгі Делиді көрсететін боламын. Сосын ертең бұйырса бір-екі Делидің локацияларын көрсетем. Дальше уже Непалға жол жүретін боламын. Мінекей біздің тамақта келіп қалды. Осындай тамақ. Қазір дәмін татып көретін боламыз енді қандай екенін. Короче, осындай тауықтың еті, күріш, мынандай нан, пиязбен. Осылай достар, короче. Дәмін татып көрейікші қазір. Тәтті екен, жеуге болады. 140 рупияға өзінің бағасына стоит деп ойлаймын енді. Мінекей,
Бүгінгі локация Делидағы Lotus Temple деп аталатын керемет сооружениеға келдік. Лукас екеуміз. Енді мынау есік алдына кіру тегін екен. Бірақ ішіне обзорный площадкасы бар дейді. Ол ішіне кіру примерно бір ChatGPT мен сөйлесіп $20 дейді. Орташа есеппен. Қазір енді мен әлі Google'дан қараған жоқпын, ішінде ондай қандай вид ашылатын обзорный площадкадан шы. Қазір ішіне кіріп көремін, қандай екенін. Ішіне кіріп көремін болғанда жаңағы Google Maps'тан ашып қарап, Google'дан қарап көрем. Әдемі болса, онда көтерілемін. Әдемі болмаса, онда көтерілмеймін. Осы енді осындай әдемі екен. Бір $20 алу керек шамамен. Күн ыстық болып тұр, ойбай. Енді ондай қатты емес алдындағыдай, бірақ бір 28 градустай бар шығар шамамен. Адамдар көп екен, үндістер қаптап жүр. Мына жақтың барлығы үндістер. Мына жақта да үндістер қаптаған. Туристар бар екен еще. Фотоға түсіп жатыр барлығы. Өкінішке орай Лотустың ішінде фото, видеоға түсіруге болмайды екен. Мынау енді сырт жағы. Ішіне кіріп шықтық жаңағына. Selfie? People деген тук-туктар, машинелер, трафик делейді. Не деген трафик, а? Бұл Дели. Бір ойын сауық кешеніне келдім осындай. Select City Walk дейтін, Делида. Бір алпауыт торговый центр деп жазып қойыпты интернетқа. Бірақ алпауыт ештеңкесі де жоқ екен. Сондай бір қарапайым молдардың бірі біздегі анау. Мега демеймін, мега үлкен біздеш. Примерно бір Алматы мол, Алматыдағы болмаса Март Village сияқты плюс-минус. Осында әдемі мол екен бірақ. Енді кішкентай болса да әдемі екен. Мынау алдыңғы площадкасы торговый центрдің. Ішіне кіретін жер ана жақтан кірсе болады. Әнеки адамдар жүр. Мына жақтан кірсе болады екен. Осы достар, Лукас жүр мына жақта. Hey Lucas, how are you? I'm good. Good? Yeah. Good екен, good. Міне мына жақта Үндістанның туы желбіреп тұр. Бір дала бүгін салқын болып тұр, керемет болыпшы. Именно мен кететін кезде күн жақсарып жатыр да. Бір ай Индияда болдым, бір ай. Бір ай бойы күн жылымай, кететін кезде күн жылып жатқан айтам да. Мынаны қараңдар, Мерседес. Осындай машиналар неше түрлі. Үндістанда кедейлер тұрады деген өте қата екен. Көріп тұрсыңдар ма? Мерседесі бар. Неше түрлі Ауди, Саудилар бар.
Керемет, керемет. Бірақ ең қызығы Үндістанның туы желбіреп тұрғанда алдындашы. Қараңдар. Қандай әдемі болып ту желбіреп тұр артында. Байлар жүретін районға кіріп кеткен сияқтымын. Мынау вообще немене бәле? Форд па бірдеңке. Машине басып келе жатыр мынаяқтан. Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук жүр. Ана жерде де туды желбіреп тұр. Мені бұлай көрсең. Әдемі екен, әдемі бұлай. Индия дейтін осындай достар, Индия. Бұйырса енді Непалға барамыз. Непалды көретін боламыз. Міне мынандай ғимарат көрдіңдер ме? Жаңа айттым ғой. Андай да. Мынау форт сияқты, форт па бірдеңке, бір ескі заманның тарихи бір ғимараты. Соны үй сияқты ма, офис сияқты қылып қойған. Азан оқылып жатыр екен. Мына жерде мешіт болу керек бұл жақтарда. Тәтті балмұздақтар бар екен, неше түрлі. Жейтін нәрселер бар. Go to hostel? Yeah. Have metro, no? Have Мына жақта тұруға болмайды дейді. Осы достар енді мінекей туды жақындап көрсең. Осындай әдемі. Үнді мемлекетінің туы желбіреп жатыр мына жақта. Тук-туктар таптаған. Таксилар неше түрлі. Лукас Моура. Мінекей мен тұрмын мына жақта. Кешкі Дели. Мына жағы әдемі екен, таза. Көрініп тұр, байлар жүретін район екен іші. Өте бір таза екен да. Қазір бір 2-3 километр төменге қарай түсейшік. Мусор қаптап, пипылдап, адамдар да бір түрлі болып сондай бір жерге түсіп кетеді. Мына жақтың адамдары саған қарамайды екен даже. Өйткені байлар екен көрініп тұр ғой. Тук-тук, мына жақта автобус кетіп бара жатыр әнекей. Барлығы бар. Ал мінекей. Осымен Делидағы саяхат аяқталып жатыр. Қазір әуежайға бара жатырмын. Артында сумка. Сағат шамамен 12:30 болды. Иә, 12:30 болды бізде Делида. Қазір әуежайға барып Непалға ұшатын боламын. Менде Непалға рейс сағат 16:50-ге. Сағат 4:50-де Royal Nepal Airlines пен Катмандуға ұшатын боламын. Әрине енді мына жерден мен хостелдан осы жаққа дейін көк синий линиямен келдім. Синий линиямен. Ал енді қазір оранжевый линия бар екен, сол оранжевый линиямен аэропортқа дейін баратын боламын. Камерам былай солай. Өте опасный жолды өткен, қақып кетуі мүмкін.
Осы енді саяхат аяқталып жатыр. Жалпылама айтқан кезде саяхатын аяқталып жатыр. Сәл шаршадым жүре беріп. Аралай беріп те шаршайды екенсің, жүре беріп те шаршайды екенсің. Бір 10 күндей қалды ғой примерно. 10 күннен кейін Алматыға барып демалатын болам. Так. Катмандуда примерно 6 күн боламын. Сосын қайттан Делиға қайтып келемін де, Делида 2 күн болам. 20-сы, 21-і, 22-сі. 22-сі күні сағат кешкі 5-те Қырғызстанның Тезджет авиакомпаниясымен алдында айтып едім ғой, Бішкекке ұшатын болам. Осы. ऐसे तो वहाँ पर है मेरे ख्याल से, है ना? रजिस्ट्रेशन